Оңай еш нәрсе жоқ. Оңай еш нәрсе жоқ бұл өмірде. Егер қалаған нәрсеңе жеткің келе ма, ұйқысыз түндер, жаның қиналады, вроде қолыңнан келген бәрін істеп жатсың, но не получается, жылайсың сосын. Неге олай болып кетті деп. Мына жаныңның барлығы ауырады, ондай этаптан любой жетістікке жеткен адам өтеді де өте береді. Жаның қиналмай, оп-оңай болатын болса, елдің бәрі деген шалқыма, керемет, өз өміріне көңілі толып өмір сүрмей ма? Көрдіңдер ма адамдарды, далада көшеге жүрген недовольный адамдар өте көп қой. Довольный адамға қарағанда. Неге? Көпшілік жанын қинағысы келмейді, потому что өзіне жаңа нәрсе, миына стресс түсіргісі келмейді, новый нәрсеге бар. Даже элементарно арықтаймын, стройный болам десең жаның қиналады. Ана фитнеске барсаң да, ана пайдалы тамақ жеймін деп бұрынғы фастфуд қойсаң да, сондықтан оңай еш нәрсе жоқ. Жаныңды қинайсың, зато дегеніңе жетесің. Құны бар любой нәрсенің.